Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің аты-жөнім Сағындық Нұрсұлтан Құрманәліұлы. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылы номер 1 жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәні мұғалімі. Қазіргі таңда менің жұмыс өтілім 4 жылдан асып бара жатыр. Қазіргі таңда санатым педагог, модератор. Яғни осы педагогикалық идеялар фестиваліне менің таңдаған тақырыбым матеммин, яғни логикалық және де аналитикалық ойлауды дамыту. Идеяның мақсаты оқушылардың логикалық зерттеушілік және де аналитикалық ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған интерактивті ойындық және де зерттеушілік математикалық орта қалыптастыру. Идеяның міндеттері логикалық есептерді жүйелі түрде қолдану арқылы оқушының ойлау жылдамдығын арттыру. Түрлі форматтағы тапсырмалар арқылы аналитикалық талдау жасау, үйрету. Оқушылардың шығармашылық қабілетін ашу, өз есептерін құрастыру, модельдеу. Зерттеушілік дағдыны дамыту, талдау, салыстыру, дәлелдеу, гипотеза ұсыну. Соңғысы цифрлық құралдар мен ай технологиялар арқылы оқытуды тиімді ету. Идеяның жаңашылдығы, яғни инновация, матеммин жобасының ерекшелігі дәстүрлі математиканы логика, аналитика, зерттеу, цифрлық құралдар, ойын механикасы элементтермен біріктіруінде. Жоба келесі инновациялық әдістерге сүйенеді. Яғни iAssistant математик, яғни математиканы ChatGPT, GeoGebra, MatchSolver сияқты цифрлық құралдарды қолдану, есепті тексеру, өздігінен түсіндіру, есепті әртүрлі тәсілмен шығару. Екіншісі логикалық STEM есептер, яғни физика, информатика, биология элементтерін қамтитын логикаға бағытталған есептер, яғни осы жаратылыстану бағытын қолдану. Үшінші Brainpower әдісі, яғни аптасына бір сабақ логикаға, ребусқа, зерттеушілік есептерге арналады. Төртінші ойынды форматта, яғни матч, квиз, батл, 60 секундтық челлендж, логикалық лабиринт, топтық стратегия ойыны. Бесіншісі, яғни соңғысы оқушының өзіндік жобасы, менің логикалық есебім мини жоба, оқушы өз есеп ойлап табады, түсіндіреді, шешімін дәлелдейді. Яғни оқушы өздігінен жұмыс жасауға үйренеді. Қолданылатын әдістер. Бірінші проблемалық оқыту. Келесі дедуктивті және де индуктивті тәсіл. Үшінші PISA, яғни Pearls форматындағы тапсырмалар. Төртінші модельдеу. Бесінші интерактивті топтық жұмыс. Алтыншы диалектік оқыту. Жетінші ойлан, талқыла, бөліс әдісі. Яғни бұл барлық осы жобамнан күтілетін нәтижесі оқушылар логикалық ойлау арқылы күрделі есептерді шеше алады, ақпаратты талдайды, салыстырады, дәлелдейді, және де математикалық мәдениетті аргументацион қалыптасады. Шығармашылық есеп құрастыру қабілеті дамиды. Математикаға қызығушылығы артады. Олимпиада, конкурсқа, PISA форматындағы тапсырмаларға дайындалады. Яғни біздің қазіргі таңда осы жобамыз арқылы оқушының барлық қырларын ашу және де уақыт үнемдеу. Өздеріңіз білесіздер, яғни қазір PISA-ға, яғни PISA тапсырмаларын оқушылар орындауға біздер бөлек дайындық жұмысын жүргіземіз. Ал егер осыны оқушыны сабақпен бірге алып жүретін болсақ, біздер PISA-ға артық көп уақытымызды жоғалтпаймыз. Нәтиженің көрсеткіштері. Осы жобаны, яғни алдын ала дайындап, оқушыларға беріп, осының нәтижелерін алған болатынмын. Қалыптастырушы және жиынтық бағалаудағы жақсарған балл, Олимпиада математикалық жұмыстарға қатысу көрсеткіші жоғары, оқушылардың құрастырған авторлық есептері бар, және де шапшаң логикалық ойлау, 1 минут есеп сынағы. Цифрлық сауаттылықтың арту, яғни осы жобамның мақсатында, яғни біздің жеткен жетістіктеріміз. Нәтиженің көрсеткіштері. Қалыптастырушы және де жиынтық бағалауда жақсарған балл,
олимпиада математикалық жарыстарға қатысу көрсеткіші шапшаң логикалық ойлау және де цифрлық сауаттылықты арттыру. Практикалық бөлімі, яғни осы оқушыларға берген есептерінен үзінді. Бірінші логикаға арналған есебім, яғни үш ағайындының жастары. А үлкені емес, В кішісі емес, үлкені кім дегендей. Екінші аналитика, яғни бір санның 40%-ын алып тастаса 48 шықты. Сан қанша? Пиза форматы бойынша сағат 12:20-да басталған фильм 95 минутқа созылды. Қай уақытта аяқталады? Төртінші есебіміз стратегия ойыны, яғни үстелде 21 таяқша бар. Әр жүрісте 1, 2 немесе 3 таяқша алуға болады. Соңғы таяқшаны алған жеңеді. Алғашқы бастаған қалай жеңеді деген. Яғни осы есептер арқылы оқушының қабілеттерін аша білу. Қорытынды. Матемминт, яғни математикалық ойлауды дамытудың тиімді заманауи әрі инновациялық моделі жоба оқушыны тек есеп шығарушы емес, ойлаушы тұлға ретінде қалыптастыруды мақсат етеді. Бұл педагогикалық идеяны кез келген мектеп жағдайында іске асыруға болады және оның нәтижесі жоғары. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз туындайтын болса, яғни телефон номер немесе почтамды қалдырған болатынмын. Көп рахмет.